Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас мен Ғали, Дәурен Бабық деген көрерменіміздің сұрауы бойынша интернеттегі партияларыңызды көрсетуін сұраймын дейді. Кеттік. Die Vision Lichtblick немістің адамы екен. Я, көруге болады. Кеттік. D4, C4, Benoni, D5, D6, AC3. Модерн емес, жай Benoni. I5, I4, P2, ATF3, патшаны сұрағыздық, D7. Бұл жерде енді уәзірдің қанатындағы шабуылды бастаған дұрыс. Егер де орталық тұрақты болатын болса, сіздер емін-еркін оң қанатта немесе сол қанатта емін-еркін шабуыл жасасаңыздар болады. A3, B4 және B1 тараш бойынша артынан қоямыз әрине. F4 бұл атқа көңіл аудардың қажет жоқ. Жедік, және H6, піл I3, жедік. Енді арғарай B6-дағы сарбаздың қал жағдайын білуге тұрсу керек. Әрине, бұл жердегі Stockfish-тің айтқаны басқаша, біз енді адамбыз, соған байланысты басқаша жүреміз. D2, H6-дағы оқталдық, A4, F5. Сонымен мен уәзірдің қанатындағы әрекеттерді бастадым, қарсылас деген патшаның қанатындағы әрекетті бастады. Бұлай жүрді, жедік және жедік. Көрдіңіз бе? Мына турамен нан жеп кетуге болады. Мына атты сіздер білесіздер жақсы. Бұл атты мен қорғаушы деп атаймын, немесе өрт сөндіруші деп атаймын. F5, F4, A5, жедік. Сонымен Stockfish-тің несі бойынша менде 2 сарбаз артық. Бірақ интернетте бұл ойында аса үлкен маңыздылығы жоқ. Бай жүрді. Әрине, мынаны жеуге мүмкіндік бар болған еді, бірақ интернетте бұны есептеу әрине өте қиын. Көбінесе B3 мына ат, уәзір және пілдің мына оқталып тұрған жерге көбінесе қорғап кетуге тырысасың. A2 жеді және бұлай жүрді. Мынаны мен деген қорғауға тырыстым. Іс-әрекетті қорғауға тырыстым. Ол бай жеді. Бұл жерде әрине G3 деп жеу керек. Менде 1 минут 21 секунд бар. Кішкене ойланып G3 деп жүру еді. Өкінішке орай мен оны тапқан жоқпын. Бұлай жедім. Жедік және шах. Осылай мен деген ел аман жұртынышта аттан және неден айырылып қалдым. Көрдіңіз ме? ATF3 деген ең дұрыс жүрседі бұл жерде. Бірақ мен оны түсінбедім. Бұлай F5 қорғандық, шах, H4, D6, мына өтетін сарбазды барынша тырыстым апаруға. F4 және бұл жерде әрине мүмкіндік бар болса C5 деп жүру керек. Бірақ өкінішке орай мен оны дұрыстап жасаған жоқ. Мысалы көрдіңіз бе? C5 деп жүрсе мүлдем басқаша болар еді. Бірақ өкінішке орай D7 бұлай енді бүкіл құрылымым қирады, өйткені піл де қосылды. Мына шайқасқа піл қосылды. Пілдің қосылғаны әрине мен жағдайымды қиындатты. Қиындатқызбай, мысалы, егер де мен C5 деп жүрсем, мүмкін басқаша болар еді. B4, D1, шах және мат болды. Көрдіңіздер ме? Міне осындай жағдайлар орын алады. Басында менің жағдайым жақсы болды, бірақ барлық нәрсені жіберіп алдым. Каналдағы видео орнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықты кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.